Қазіргі әлемдегі жағдайды барлығы біледі. Сирияда пайда болған жағдай әлі анық емес. Бір залым қатыгез үкімет құлады дегенмен дұға қылайық. Келе жатқан үкімет те әділдікпен жұмыс істесін. Бұл келе жатқандар әділдік қыламыз деп көп айтады. Бірақ әдеттеп көріп жүргеніміздей күш қуат қолға тиген кезде сөздерінде тұрмайды. Аллах Тағала сол аймақтардағы ахмадилерді өз қорғауында сақтасын. Сарапшылар халық сырттай зұлымдық жойылғанына қуанып жатыр, бірақ алдағы уақытта не болатыны белгісіз деп жазады. Сондай-ақ Израиль де бұл аймақтарға себепсіз шабуыл жасауда. Сырттай ислам әлеміне қарсы олардың ниеттері қауіпті көрінеді, және осы тұрғыдан ешбір ел қауіпсіз емес. Пакистан үшін де осы тұрғыдан дұға етіңіздер. Иран үшін, басқа елдер үшін де. Аллах Тағала мұсылмандарға ақыл мен сана берсін. Және мазһабшылдық пен билікке құмарлық олардың арасында жойылып, олар бір болсын. Егер мұсылмандар тарапынан осындай әрекеттер жалғаса берсе, өз адамдарын өлтіріп жатқан мұндай залымдарға Аллах Тағала қалай көмектеседі? Көп дұға етіңіздер. Аллах Тағала әр ахмадиді олардың жамандығынан сақтасын. Ахмадилер бұл аталмыш мұсылмандардың қолында да, мұсылмандарға қарсы басқалардың қолынан да қауіпсіз емес. Аллах Тағалаға рахметсін және бізді әр тұрғыдан өз қорғауында сақтасын.